Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер мантыны түйіп отыруға ерінетін болсаңыздар, дәл менің әдісімменен жасасаңыздар болады. Өте дәмді, өте тез жасалу жолы өте оңай. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып. Ол үшін бізге су қажет болады. Суымызды құйып, үстіне бір қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне бір жұмыртқа саламыз. Оны да жақсылап араластырып, осыған қамыр илейміз. Орташа тығыздықта, шіре қатты емес, жұмсақ емес, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Енді осыны жақсылап араластырып, қамыр иледім. Енді 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Пакетке салып, қамырымыз июі қанып, өте әдемі болып жайылу үшін. Пакетке салып қоямыз. Оған дейін ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына паршымызды алып, паршымыздың үстіне пиязымызды, зыриямызды, приправа, қара бұрыш салдым. Енді өз қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Енді қамырымыз июі қанып, әдемі болып тұр екен. Енді оны илеп жіберіп, осылай 6 бөлікке бөліп алдым. Теңдетіп 6 бөлікке бөліп, осылай зуала жасап алдым. Жасап болған зуалаларымызды пакетке 15 минутқа қалдыратын боламыз. Қамырымыз оған дейін июі қанып, әдемі болып қалады. 15 минуттан кейін міне өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымызды алып жаятын боламыз. Барлығын өте жұқа қылып жаямыз. Қамырымыз өте жұқа болу керек. Өте жұқа болып жайып алдым. Осылай 4 бөлікке бөліп алған екен, ішіне паршымызды салып, жақсылап орайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай салып болған екен. Бұны жаңа видеодағыдай орайсыздар. Осылай видеодағыдай түйетін орайтын боламыз. Мұны өте оңай жасалу жолы. Түйіп әуре болмайсыздар. Мұны тез-тез уақыттарыңызды алмайды. Осылай жасап көріңіздер. Осылай манта барғымызды ішін жақсылап майлап алып, осылай орналастыратын боламыз. Өте әдемі көрінеді және өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма видео бөліміне өтсеңіздер, сол жерде көптеген осындай лайфхактар, көптеген видеолар бар. Сіздердің қадірлеріңізге жарайтынына сенімдімін. Ішіне кіріп, сіздер өздеріңізге пайдалы видеоларды көрсеңіздер болады. 45 минутқа газге пісіріп алдық. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне осылай мантыларымыз өте дәмді болып шықты. Өте аппетитный, өте керемет. Мінекей дәл осылай біздің мантыларымыз өте әдемі болып шығады және өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.